Ассалаумағалейкум. Бізде бүгін топ 4 деген бейне шолу. Жалпы айтқан кезде Қытайдан бізге 4 түрлі зат келді. Топ 4 деп атау қойдым. Соның біріншісі әуелгісі кезекті қорап ашуда Powerbank келген. Powerbank деген тоқ сақтайтын құрылғы. Жалпы айтқан кезде тоқ жоқ жерде өзіңіздің девайстарыңыз, яғни телефон болсын, iPod болсын, басқа да заттарыңызды зарядтауға болады. Соның біріншісі осы бізде Powerbank. Бұл Powerbank шағын түрін заказ бердім. Осындай қаптамамен келген, арнайы сым қалмау үшін. Өзінде USB зарядчигі бар жаңағыдай. Одан кейін осындай сұр түсті, қолға өте әдемі отырады. Ұқыпты саған неған екен, қаптаған екен. Мінекей жазып тұр Powerbank деп. Екі выходы бар. Бірінде 2-де 1 ампермен, екіншісінде 1 ампер. Жалпы айтқанда бұл 5000 мАч сағат есепке арналған. Одан кейін 3-те 7 қуаты, тоқтың қуаты, 3-те 7 вольттық. Выход 2-де 1 мен 1 амперге арналған. Мен светін жаңа көрсеттім. Жалпы қысқа ғана шолу. Видео ұнаса пікір қалдырамыз. Бірден екінші видеоға өтеміз. Уақыт мыжымау үшін, әрі сіздердің де уақыттарыңызды ұстамау үшін. Енді екінші бізде келген зат бұл фонариктердің түрі. Бұл жалпы айтқан кезде көптеу берген, 10 шақты қорапта оннан келеді. Сол фонариктер, мынау нелері, жаңа баулары. Әр фонарикке арнайы өзінің несі бар, жаңағыдай USB зарядтайтыны бар. Зарядчиктің ар жағы USB бар, бер жағы Samsung-ның баяғы ескі кішкентай тетікшесі бар, тура сондай. Жалпы айтқан кезде осындай жаңа налобный фонарь дейді ғой, яғни маңдай шамшырақ қол айтқан кезде. Жанында өз арнайы жаңа тетікшесі бар, тесігі, соған жаңа USB-шін тығып, сонымен сол арқылы зарядталады. Сол жерді бассаңыз, ар сол жерде кнопкасы бар, жаңа батырмасы бар. Батырма бассаңыз, бұл дальний, яғни алысталатын светі. Жаңадан кейін ол тағы да бір батырманы бір басатын болсаңыз, ближний жанады. Бұл жерде уже жаңа лампочка сияқты емес, светодиод жанады. И бұл жерде жаңағыдай жақын аралтауға арналған. Жалпы ыңғайлы зат. Малға болсын, көшеде болсын, далаға болсын, қандай жерге болсын кете береді. Жалпы қысқа ғана, бұл да қысқа ғана шолу, бауын тағып, кейін қысқа тағы болған тоқталамыз әлі. Видео ұнаса лайк басып кетеміз. Үшінші зат бізде тағы да міне кезекті қорап ашу. Бұл үшінші зат бізде қазір өздеріңіз көресіздер. Бұл да жаңа алдыңғыдай мультиметрдің бір түрі. Алдыңғы мен сіздерге SF H1 деген жаңа модельге тоқталып едім. Сол сияқты бұл да өзінше бір ерекше бір мультиметрдің түрі. Бұның артықшылығы бұл бесконтактный 9 дейтін құрылғы болып саналады. Қосымша жаласы да бар, арада бесконтактный варианты да бар да. Тура осында екі жаласы бар, батареямен жұмыс істейді. Сапасы орташа келген, орта сападағы мультиметрлердің қатары 600 вольтке дейін есептелген. Одан кейін барып 380-220 жұмыс істей береді. Обрыв тексереді. Одан кейін 10 бар сопротивление. Төбесінде мен арнайы көрдіңіз, көрсететін. Төбесінде жаңағыда обрывтың, тоқтың, дуалдың ішіндегі нәрселерді тексере береді. Жалпы айтқанда бұған арнайы тоқталамыз. Бұл жалпы қораптан ашылған екен. Қысқаша шолып шығатын. Лайкты ұмытпаймыз пікірлеріңізбен. Енді соңғысы төртіншісі бұл үлкендеу келген зат. Өзіңіз қораптан көріпсіз, қораптың өз массивінен үлкен болып тұр. Жайлап ашып көрсетеміз. Бұл енді бізде бұл да жаңағы топ 4 болған екен. Төртінші зат бұл бізде прожектор. Бұл прожекторлердің несі артықшылығы. Прожектор тек қана тоқты емес, бұл күнмен жұмыс істейтін прожектор. Бұлар столбовый прожекторлер. Яғни жаңағы столбының төбесіне қойылған прожекторлер. Байқасаңыздар, жолда жүріп бара жатқан кезде көресіздер, осындай дөйдес прожектор тұрады. Түні бойы өзі жанады, күндіз өшіп, күндіз сол жаңағы күн сәулесіне қуат алатын прожекторлардың қатары. Жалпы қазір қораптан шығарып жатырмын, қазір көрсетемін. Қорапты шетке алып тастайын. Зат жақсы, себебі көлемі үлкен болып келген, заттың сапасы жақсы болып келген. Одан кейін барып сынбай, аккуратно келген барлығы. Жалпы қазір көрсетіп 4 несі бар жаңағыдай деңгейлі. Датчик ночь, день-ночь, датчик движения. Одан кейін әлсіз болып тұрып, адам келгенде қатты жанады. Сондай ерекшеліктер бар. Өзінде пульті бар, қыстыратын несі бар жаңағыдай, ілмегі бар. Одан кейін барып әртүрлі жаңағыдай деңгейге қоятын несі бар жаңағыдай, тоже пластмассовый. Мінекей көріп тұрсыздар. Жақ көрсетіп отын. Одан кейін 3 түрлі жанады. Біріншісі әлсіз, одан кейін сәл одан жақсырақ, одан кейін одан қатты жанады. 3 түрлі положениемен жанады. Астында репликатор бар.
датчик день ночь датчик движениесі бар. Міне төбеде тұрған бұл релелер, жаңа күннен сәуле алатын жаңа специальный нелері, жаңа құрылғысы. Жалпы осылай зат негізі қызық болып келген. Егер ұнап жатса, өздеріңіз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Одан кейін арнаға тіркеліңіздер. Лайк басуды ұмытпайық ағайын.